Біз бүгін қазақ ютуберлері болып Астанадан 130 км жерде орналасқан Қорғалжын қорығына барып балық аулаймыз. Ассалаумағалейкум достар. Біз жеттік. Бұл бізде Қорғалжын қорығы. Бізде Мади, Габа, аржақта ағаталар бар, кіріп жатыр. Осындай очереден біз өттік. Біз Қорғалжын қорығына аман есен жеттік. Бізде мына жақта жолды ашып қойған екен. Жол міне короче осындай. Прям қарды енді тазалапты, вообще базар жоқ. Нағарандар адам көп, короче. Минный поле болады, мына жақта кен масқара страшно. Көке, балық бар ма? Мынау жүр айқайлап. Бар ма балық? Енді келген. Ал, достар, бірінші алла деп міне келдік. Сұлтан келді. Қорғалжын қорығы міне. Адам өте көп. Қарды арсында бақыт отқансың. Мен мұнда жәртсіларды құрып жүрсем, мына жақта уже көкелерге түсіп жатыр. Мадилар жүгіріп кетті, сөйтсем бұл бізде окунь екен. Қараңдар. Окунь екен. Базар жоқ, әдемі дәуін сапты уже. Кейініміз осы ғана уже бірден түсіп жатыр. Әзірше біреуін құрып тастадым. Міне екіншісі, енді дальше кетеміз. Мен өзімнің 5 жерлицамды орнатып болдым. Енді мен үшін жарты сағат, ал сіздер үшін 1 минут. Олай болса, қалған 5 жерлицаны тез орнатып тастайық. Достарына қараңдар. Так, примерно қанша? 7-ші ма жерлицаны құрып атсам, маған кім ат жіберген ғой. Вообще мынау батыр жіберген. Эй, кел! Бол! Шығамайды. Шығарма! Так, достар. Екіншісі. Бар ма? Бар. Шығар. Мен шығарайын. Ема щука. Ендеше нағыз балыққа баратын уақыт келді. Балықтың заттары тұрған жерге барып қысқы қармақтарды жинап алдым. Әрине енді балыққа кетем-ау деген кезде 8-ші наурыз екен есіме түсті. Ал мен кішкентай қызымның көңілі үшін сыйлық алуым керек. Мен әлі сыйлық алмағам. Енді істеме деп айтады деп ойладыңдар ма? Әрине мен Флавол қосымшасын жүктеп кез келген сыйлықты қалаған уақытыма тапсырыс бере аламын. Флавол бұл әрбір жігіттің құтқарушысы, өйткені Флаволда гүлден бастап тәттілерге дейін және шоколад қосылған құлпынай да бар. Бір сөзбен айтқанда үйден шықпайық сыйлыққа тапсырыс беретін маркетплейс. Ал мен кішкентай қызыма шоколад қосылған құлпынайды таңдадым. Әрине ол тәттіні жақсы көреді. Өзіңіз қалаған уақытты таңдай аласыз, немесе келетін күнді таңдауға да болады. Сондай қосымшаның ішінде дүкен егесімен сөйлесетін арнайы чат бар. Яғни айтқанда өз тапсырысыңызды өзгерте аласыз. Ал сіздің жақыныңыз басқа қалада немесе басқа елде тұратын болса, онда бұл Флавол үшін қиын емес. Себебі Қазақстаннан бөлек 30 елде жұмыс жасайды. Ең қызығы, сатушы сіздің сыйлығыңыз дайын болған кезде сізге суретін жібереді. Өз камераңызды экранда көрсетілген QR кодқа апарып, немесе осы видео астындағы сілтемені басу арқылы Флавол қосымшасын дәл қазір жүктеп алыңыз. 8-ші наурызға қалған
қалаған сыйлығыңызды таңдаңыз. Ал менің Рыбак 15 промокодын қолдансаңыз, кез келген тапсырысқа 15% жеңілдік аласыз. Бұл промокод 2025 жылдың 30 қыркүйегіне дейін жұмыс жасайды. Әлі 6 ай бар, сондықтан промокодты сақтап алыңыз. Жақындарыңызды 8 наурыз және басқа да мерекелерге әдемі гүл шоқтарымен және сыйлықтармен қуантыңыз. Камерадан қашты. Кетті. Әкетті наңғара, әкетті. Айналдырды ма? Болды өзім. Наңғара кетіп барады. Тарт. Кете асықпа. Тартқыз көрші, тартып көрші, сені тартқыз көрші. Чувство сезім көрші, тарттың да. Іліп берейін да. Тартсай. Әдем тартып жатыр мынау. Жіберші. Қазір мынаны бүйтіп ұста да. Бірден тарт. Бүйтіп көтеріп. Ауызға іліп Қатты ма, шіртші ме? Бар ма? Жоқ, бар. Жоқ па не? Бар. Бар. Тұра. Аспа. Ой, жей. Кетіп қалды. Қашып кетті. Не қылдың? Мен емес қой. 10 жерліца құрып болдым. Соны құрып атқан кезде жаңа мынаусына түсті, бірақ ол шығып кетті. Мынадан бізде біреу түсті. Қазір перезарядка жасап қоям. Сонымен лагерьге барып палатка құрамыз. Ал бізде следопыттағы достарымыздың жіберген 2 бөлмелі 3 слойлық осындай қысқы мезгілге арналған палатканы қазір құратын боламыз. Мынау менің машинам. Мынау палатка. Йо-химла кәдімгі дейді. Дәу. И бізде следопыттың мынандай шурповерті 75 күші бар. Қазір осыны мынандай адаптер алып алдым. Осымен қазір қатыратын боламыз. Короче, бізде мында примерно мәжбүр боламыз да. Ана күшейе ма, күшеймей ма? Жоқ, қазір жылына сосын күшейе. Газ қатқолы кішкейінде. Это самое, он в этом же. Начальник воду. Короче, надо жіб алып алдым. Енді мұны бұйтына өткіземіз да. Бір басын мынадан өткіземіз. Черную сумку принеси. Сосын мына жерде өзінің мынандай орын бар, бүйтіп ашып жібереміз да, ішіне кіргізіп. Сработало у тебя. Тартып әдемілеп. Тамыр, біреу тартты. Оп. Кетті мен. Қазір. Оп. Дайын палатка. Ал сіздерге следопыттың палаткасын көрсетіп шығайын. Мінекей бізде осындай 2 есігі бар. Мынау бізде бірінші вход, бірінші кіреберіс. Мынау бізде екінші кіреберіс. Оны жоқ қойды енді. Мына жақтан бастап көрсетейік. Бізде мұнда не бар? Міне, короче, ұзын осындай. Бұлай 4 метр, бұлай 2-де 1. Характеристикасына қарайтын болсақ, 8 адам смело ұйықтайды деп келтірген, енді білмеймін, сия ма? Сиіп қалатын сияқты негізі. Сонда получается біреуіне 4-дің жату керек қой. Мынау біздің сол, короче. Не қанша рота келді деп ойлап тұрсыңдар ғой примерно, жоқ, біз 5 адамбыз. Бір зот. Міне следопыт. Короче, сосын бізге следопыттағы достарымыз терезеге жалғайтын осы палатканың бір қосымша мүшесін беріп жіберді. Ол жерде, короче, біз пештің трубкасын шығарамыз, и сонда бізде палатка күймейтін болады. Сондай-ақ бізге анау палатканың мынандай жағына и астына, жанына термоковриктар беріп қойды. Яғни соның арқасында пештегі ыстық біздің палаткаға тиіп, яғни палаткамыз қарайып немесе күймейтін болады. Міне бізде қазір автономка қосып тұр, осылайынан шығарып қойдық. Мынандай тесік ашық тұрса да, мынаның іші енді әжептәуір смайдилар битіп отқаннан ақ түсінуге болады. Так, бізде поклевка. Ой, жүгірістейді. Оп, кетті әдемі. Что там? Небольшой. Ох ты, блин, сошел на. Надо было подождать, блядь. Мында тамақтың әрекетін істеп жатсақ, жаңағы хищник қайтып келген ғой бізге. Аңғарсаңдаршы.
Әдемі ғой, Құдай, не деген вид. Сонша жүгіріп келсек, жебетсімді жеп кеткен ғой. Че за монстр болды екен бұл жеп кететіндей, я, базар жақ. Басқалар че-то тишина. Мына вид тарасаңыздаршы. Минный полясы бар. Қараңдар, мәссаған. Не деген халық, мен әлі өзім палаткіме жеткен жоқпын. Міне енді жеттім. Бұның артында қаншама. Мына қараңдар. Йоки, ар жақта тағы бар адамдар. Осы, короче. Кеттік енді, барайық қайттан. Опа, кетті. Айналдырып жатыр. Мады жүгіріп келді. Палатканы орын ауыстырдық. Ал, Сұлтан не береді екен, көрейік. Ал, Сұлтан не береді екен. Оғын сияқты ма? Жоқ, оқын емес. Щука? Щука міне. Кән. Мына бой бермей жатыр. Асау балық сияқты. Оңға сыйды ма? Кеп тартып отыр, міне келді. Опа. Келді, кән. И, атаң ана еді, ай. Өшіп қалды науш. Опа. Ош. Эй, әдем. Щука. Тағы түсті. Бізде мінекей осындай әдем щука түсті. Енді, короче, общий сан бойынша бізде утрянкадан бері ең алғаш болып түскен дәу окунь бар. Яғни алабыға. Одан кейін 3 шортан. Сонда бізде қазір тек қана общий 4 қана балық бар. Мына бізде, короче, осындай щука түсті. Общий балық саны осындай. Мінекей мынаны Қайрат аға ұстады. Мынаны та Қайрат аға ұстады. Ең кішкентай щука менікі. И мынандай дәу алабыға окунь. Екі щукалар базар жоқ енді. Ну, примерно айтайын ба. Так, килограмм 300-дей болып қалады. Килограмм 200, килограмм 100. Мынау бір 700 или 600 грамм шығып қалады. Мынау сол 600 или 700-дей ғой примерно. Вай, бізде пакетке ұн сөгу деген Маридан көрші Мари. Конечно. Не істейін деп атсың, айтшы. Қазір көрейік ал. Мари, через манежді, Мари? Пісірген. Ал, кетті. Делай. Ой. Әдемі кетті, әдемі. Не деген балық, не деген иіс десе мынау. Повар мырза, бірдеңе деймейсіз ба сіз? Суда нет. Вообще нету, да? Уақыт жоқ па? Немен бірге түсірші, аяқтан алды. Оператор хотя бы сен айтшы, иіс не болып жатыр өзі? Жаман кетіп жатыр ба? Жаман дегенде короче. Тұздақшы шығармай әрекетін тез. Ох ты. Ой, жаңа ғана әппақ ет. Қалай сарғайт жөрінің мады. Оны сарғайту үшін Чимкентте туылу керек қой. Ой, мынау. Біздің бұрынғы видеоларды көрмеген адам мынау. Сөйлеміз ба? Жоқ, қоғамыз же. Так, достар. Мен мына жақта Инстаграмға сторис түсіріп атсам. Әйтеуір осындай бірдеңе істеп атқан кезде поклевка болады екен. Бірақ өте күшті. Наңғырыңдар. Мына қара, кетті. Мына қара. Ой, әдемі кетті. Қазір штативқа қойын сендерді тез. Bismillah.
Блин! Мынандай айырылып қалдым. Ёп, дегенек. Ничего, айырылып қалдым, короче. Ілдім не, білмеймін не нәрсеге тиді. Қазір енді осы по-любому ол қазір айналамдағылардың біреуіне түседі қазір. Так, жиналып атсақ бізде тағы бір поклевка. Ох. Есть? Хорош. Давай. Келатыр. Тянь, жестко. Килограмм минимум, да? Ал көрейік. Мыналардар қалай тартып отқан, жесткий. Прям жиналып отқан кезде. Жиналып отсақ осындай прям моменттер, прям ең күшті моменттер ол мені келді. Мені оп, ой. Құдай кішкентай. Базар. Осындай кішкентай тұсал. Нағара қай жерде. Кішкентай жерде елін қойған ғой. Не фартанулы деген осы ғой, Қандай ауа райы ше. Ой, енді әдем ғой. Мына виттің өзі көк күнбек, мына жақ деген күн. Ана адамдар толып жүр, блин. Бүгін енді жексенбі ғой. Бүкіл Астана осы жақта. Қарағандыдан келеді, басқа қалалардан келеді. Сосын сіздердің комментария жазып жатқандарыңыздың барлығын оқимын. Қареке бір сағаттап түсір, ойбай ұзақ қып түсір деп. Осындай моменттер, қызықты моменттер болса, әрине видео ұзақ болады. Но алдыңғы видеоны қарайтын болсаңыздар, 3 рет балыққа барып, содан қосынсын. Қосып, содан бір видео шығардым ғой зорға дегенде. Өткен қызық моменттер жоқ, сол қызық моменттерді іздеп осылай келеміз. Ал достар, біздер трассаға шықтық, астымыздағы темір тұлпарымыз енді жолсыз жерде әйтеуір қалдырмай. Білмеймін, Мадидің көңіл жоқта ерекше ше. Бөлеге. Ұнады ма бал? Ақтады. Сіздер сұрадыңыздар, мен Мадимен түсір. Міне, Мадидің өзі келді. Эмоциялар, ойбай, не деген эмоциялар шықта бүгін. Короче, Мадиға бүгін бізде ұнағаны балыққа бара жатқан кезде жаңа жолсыз жермен жүру. Одан кейін балық бар, аттракцион дейді, бұл өзі ат қойып алды, аттракцион деп. Одан кейін балықтан қайтатын кезде тағы аттракцион деп, сонымен бізде қызық болды. Достар, осылайша бүгінгі біздің видео өз мәресі келіп жетті. Сіздермен бірге болған Солбай Қареке, Мади және де Габа міндетті түрде каналға тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ал, кстати, бұл видеоның екінші нұсқасы Мадидің каналында шығатын болады. Мади өз версиясында түсірді, мен өз версиясында көресіздер. Енді әркім өз қызықтарын түсірді. Всем пока, чау, давайте.